Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен духовкада сочный болып шығатын тауық аяқтары мен картоп пісіреміз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен осындай тауық аяқтарын жуып тазалап алып, татымына қарай тұз, кетчуп және майонез. Содан соң қалауларыңызға қарай кез келген приправаны қоссаңыздар болады. Содан соң чеснокты чеснок қысқыштан болмаса ұсақтап турап алсаңыздар болады. Дәмінің ащы болғанын қаласаңыздар, біраз мөлшерде аджика қоссаңыздар болады. Кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң жуылып тазаланған картоптарды ірілеу болса осылай екі бөлікке бөліп алып, барлығын бірге қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң жарты сағатқа маринадтап қоямыз. Жарты сағаттай маринадталған соң противенге салып, қызып тұрған 180 градус пеште 1 сағаттай толығымен піскенше пісіреміз. Яғни ол әркімде пештің қызуы әртүрлі, сондықтан байқап қарап отырасыздар. Не осындай түбінен қалған соуста осылай құйып пешімізге саламыз. Бір беті қызарған соң толығымен пісу үшін бір жарты сағаттан соң осылай араластырып отыру қажет. Осылай тауықтың аяқтары қызарып піскен соң духовкамыздан алып ысына берсеңіздер болады. Дәмі де өте сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Салтанат. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.